Сапар үйленді деген жаңалық ормандағы өрттей қаулап, ауыл арасына тез тарады. Бұл сүйінші хабарға әсіресе Сапардың қос қарындасы Ақия мен Балзия жүрегі жарыла қуанды. Сапардың алғаш алған әйелі Дананы аты жаман ауру меңдеп, күресе алмаған күйі, 3 баланы шетте жетім қалдырып, о дүниеге аттанып кеткен еді. Араға жылдар салып Сапар Шырай есімді келіншекпен танысады. Бұрын ес көрген әйел ер адамның бабын қалай тауып, көңіліне шығуды жақсы білетін. Бірнеше рет кездесіп жүріп Сапар Шырайды ержетіп қалған екі ұлымен бірге аламын деген шешімге келді. Екеуі бір-бірінің алғашқы некеден туған балаларын өгейістпей, бөліп жармай, өз баламмен тең көремін деп уәделесіп, барлығы бірге тұратын болып келісті. Бұларынан болатысы қызық той бір күнде өте шықты. Шырай ерзаты мен нұрзатын алып Сапардың үйіне көшіп келді. Үйге кірген бетте бірден көзге түсетін төрте ілулі тұрған Дананың портреті Шырайдың жүрегін бір сырқ еткізді. Бірінші елін әлі ұмыта алмағаныма деген арам ой сумаң етіп, суретті алғызып тастағысы келіп тұрды да, қайтыс болған адамнан қызғанудың жөні жоқ шығар деп сабырға келді. Келе сала заттарын жайғастырып, үйді мұнтаздай етіп тазалады. Тойдан кейін келімді-кетімді кісі көп болды. Шырай бар тәттісін сол қонақтарының алдына тосып, дастарханын жайнатып, Сапардың қас-қабағын бағумен болды. Ақ көкелеп алдына түсіп, құрақ ұшып жүгіріп жүрген жаңа келін, кіші қызының қолында тұратын қайнатасының да, қос қайын сіңлісінің де, бүкіл туған тұстың да көңіліне шықты. Киімінің мойын ойығы омырауына дейін түсіп тұратын, сырт келбетіне көп көңіл бөлетін аққұбаша келген ажарлы әйел ауылдағы сырбойдақтардың да аузының суын құртатын. Той болатын уақытқа жоспарланған еңбек демалысы аяқталып, Сапар қалаға 15 күндік жұмысына кетті. Шырай өзінің екі ұлы Ерзат Нұрзатқа және Сапардың 3 баласы Ақгүл, Ықылас, Шахназға бас көз болып үйде қалды. Ағасы жоқта жаңа түскен жас жеңгесін жалғызсыратпайын деп, Ақия 2 баласын ертіп қонақ болып келді. Шырай қайынсіңлісімен жиендерін құшақ жая қарсы алды. Өзі шебер дайындайтын шашпа балауын жасап, тәтті-пәтті әкелуге дүкенге жүгірді. Мол қылып сүтін қатып, қойылатып шай ішіп жеңгелі қайынсіңлілі дастархан басында сырласып ұзақ отырды. Жылы ұшыраған жеңгесіне Ақия бар сырын бөкпесіз ашық айтты. Кеш қарай үйіне кетуге жиналған Ақияға Шырай қонып кет деп қол қалады. Орталарына жаңадан қосылған Шырайды жақсы көретін жиендерде иә, қонайықшы деп шу ете түсті. Әкелерін ұрсады ғой деген Ақия балалардың көңілін қимай, оларды бір күнге нағашысының үйіне қалдырып, өзі үйіне қайтты. Ертесіне үйіне оралған Ақияның балалары анашым Шырай әпке сондай керемет кісі екен. Тек өзінің балаларына ұрсады, ықыластарды қатты жақсы көреді. Шахназ екеуі шулап ойнап жүрсе де ұрыспайды, жаным деп еркелетеді. Ал Ерзат пен Нұрзатты ұрып тастайды деп, балалық балаң көңілмен көрген білгенін айтып келді. Бұл сөз Ақияны ойландырып тастады. Жұмыс күні аяқталып, Сапар үйіне 15 күнге демалысқа келгенде, Ақия оларды қонаққа шақырды. Жаңа басталған жұбайлық өмірінің қызықтарын айтып отырған Сапар, Шырай кейде мені көргенде қобалжып кетеді ме? Әйтеуір, 2 жұмыртқа қуырса да, бір уыс тұз салып береді. Ішінде жұмыртқасы қайсы, тұзы қайсы, ажырата алмайсың қаласың деп күлді. Оның үстіне өзіне айтсаң бортиып ренжитін қайтерсің. Сонда көңілмен шықпаған нәрсені айтпай жүре беруім керек пе? Сенде әйел затысың ғой, өзің айтшы Ақия. Осақ түйекті сөз қылып қайтесіз аға, жеңгем байқамай тұзды көп салса, сізге деген махаббаты шығар дейді. Осылайша Сапар жұмысқа кеткен сайын Ақия мен Балзия Шырайға кезек-кезек барып, бірде оны өздері қонаққа шақырып, сырлас, мұңдас болып жүрді. Бұл кезде Сапар жұмысқа шықпай, балалардың тәрбиесімен айналысып үйде отырған Шырайға ермек болсын әрі бірдеңді екеу қылсақ артық етпес деп, үйінің жанынан азық-түлік дүкенін ашып берген еді. Дүкенді 1 жасқа жетіп қалған екеуінің ортақ баласы Жаннұрдың есімімен атады. Сапар ауылға келгенде дүкенге керек жарағын өзі алып келеді. Ол қалаға жұмысқа кеткен кезде
Шырай жанына ықылас пен Шахназ ертіп, дөкенде таусылған азық-түлікті базардан үшеуі таситын. Бір күні Шырай Ақлияның үйіне келді. Өңі солғын, жаман хабар әкелген адамды тұнжырап тұр. Ақлия не ойларын білмей, аяғын жылдан басып, шайды отқа қойып, мән-жайды білмекке асықты. Азар болса ағам ренжіткен болар деген ойға келді. Бұрында әңгіме арасында Шырай ыстық соғымыз басылып қалғандай. Қатты ашуланса ағаңмен ұрып, тіпті теуіп тастаған кезде болды. Бірақ бәрібір менен теріс айналған емес. Қайта кешірім сұрап, түк болмағандай татуласып аламыз деп күліп отыратын. Ақлия түстенуге келген күйеуін жұмысына жөнелтіп, Шырайды әңгімеге тартты. Ой, Еркежан, саған қалай айтарымды, неден бастарымды да білмей отырмын, деді Шырай. Ерзат пен Нұрзат қалаға оқуға кеткен соң, дөкенге азық-түлік алуға Ықыласпен Шахназды ертіп кетуші едім ғой. Алған тауарларымды көтерсетін көштері болмаса да. Балалар тірлікке етерек араласа берсін. Бар жоқтың не екенін біліп, ақшаның оңай келмейтін оқып өссін деген ойым еді. Оларға оң тәрбие берем деп жүріп, өзімнің басым бәлеге қалды деп ойладым ба? Қысқасы, сауда орталықтарына базарға барған сайын Ықылас ұрлық жасайтынын байқадым. Бір емес бірнеше рет ұстап алдым. Ұрлығыңды қой, әкеңе айтамын деп қорқытып та көрдім. Ұрысып та, шай айтып та байқадым. Нәтижесі шығар емес. Не істесем болады? Бір нәрсе ұрлайтындай мен оларды ештеңеден тарықтырып жатқан жоқпын ғой. Не ішем, не жемін десе, дүкенде тұр. Қалағандарын алып жейді. Туған шешесін қолының сұғанағы болған деп естуші едім. Қаны жібермейді екен. Әкесіне айтып жағдайды ушықтырмай тұрып, алдымен өзіңмен ақылдасайын деп едім дейді. Ақлия ағасының баласы туралы бұндай әңгіме естимін деп ойламаған. Отырған орнында қалшиды да қалды. Тіпті не дерімді білмеймін. Әкесіне айтпағаныңыз дұрыс болған. Жасөспірім кезге енді жетіп қалды ғой. Ағам қандай жаза қолданарын кім білсін. Ықылас өзіне бірдеңе істеп қойып жүрмесін. Сіз де қыспаққа алмай қоя тұрыңыз. Асықпай ойланып ақылдасып шешек дейді. Ақлия аздап өз-өзіне келген соң. Бір күні Ықылас Ақлияның үйіне алқынып жүгіріп жетіп келді. Білегінен қан тамшылап тұр екен. Ақлия бірден тамырын кеспек болған ғой деп ойлап, жанұшыра жанына жүгіріп барды. Қолын байлайтын дәкездеп, сасқаннан біресе ары, біресе бері жүгіріп жүр. Бала сүйден бір мата тауып алып келді. Ықыластың қолын таңып болғаннан кейін ғана Ақлия өз-өзін сабырға шақырды. Білгісі келіп бара жатса да, баланы алқымынан алмай, не болды деп сұрамады. Байыппен отырып шайын берді. Ішіне ел қонған соң әңгімені Ықыластың өзі бастады. Әпке, мен енді ол үйде тұра алмаймын, тұрғым келмейді. Сіздермен бірге тұрсам болады ма? Әрине болады. Бірақ неге? Анау Шырай деген менің қолымды пышақпен кесем деп қорқытты. Бүгін қатты ашуланып, кесе алмайсыз деп едім. Міне деп тіріп тастады. Ол айтқанын тыңдайтын Ақгүлді ғана ұрмайды. Оған тек ұрсады. Ал Шахназ әлі кішкентай ғой. Кейде не айтқанын ұмытып кетеді. Сондай кезде оңдырмай сабайды. Қарындасымды қорғаймын деп, мен де таяқ жеймін. Екеумізді даладағы әжетханаға қамап қояды. Бір күн бойы шай тамақ бермейді. Әкем үйде болған 15 күн ғана өмір. Ол кезде ғана ана жалмауыз кемпір өзгеріп кетеді. Бізді өтірік құшақтап, сүйіп, еркелетеді. Әкеміз жұмысқа кеткеннен бастап үйіміз түрмеге айналады. Ешкім артық сөйлемейді, күлмейді. Тіпті диванға да отырғызбай бетіне пакет төсеп қояды. Біз кірмесін деп, барлық бөлменің есігін кілттеп тастайды. 6 бөлмелі үйде емес, бір бөлмеде тұрамыз біз. Бәріміз ас үйде шай ішіп, сол жерде ұйықтаймыз. Бірдеңе болса, оқтауын ала жүгіреді. Кеше Шахназға ыдысты дұрыс жумадың деп айқайлап, ұзын шашын тақырлап алып тастады. Әкеңе шашына бет түсіп кетті деп айтасыңдар деді. Шашына түймеңіз деп араша болып едім. Маған сен әкеңе ұры деп айтамын деді. Ал негізі ұрлықты өзі жасатады. Күн ыстық болса да жеңізін киім кигізіп алып барады. Әр дүкенге кірген сайын шампунды жеңіңе салып ал. Төс қалтаңа
колбаса салып алып шық деп, көп затты ұрлатады. Қарсылассаң үйге келген соң аямайды. Осы уақытқа дейін неге айтпадым? Біреуге айтсаң, одан ары қиналасың деді. Әр нәрседен ілік тауып, Шахназ екеумізді күн сайын қорлайды. Мен енді ол үйге жібермеңізші, өтінемін әпке. Ақылия ұзақ ойланды. Шырайды сотқа беріп аналық құқығынан айырғысы келді. Алайда інісінің сөзіне өзі кәміл сенгенімен, оны құр сөзбен айтып ешкімге дәлелдей алмайтынын түсінді. Талай таңды көзбен атырып бір-бірінің үйіне қонғанда сыр шертіскенін, айтқан сөздерін есіне түсірді. Сонда Шырай, ағаң мені қанша ұрып соқса да басқа ешкімге кете алмайды дегенді жиі айтатын. Басқаларға бойын бұрмасын деп өз күйеуіне өзі дуа жасататындар бар екенін Ақылия бұрыннан естуші еді. Осы жағдай ойынан кетпей, басқа амал қалмай, бақсы балгерлердің есігін аралап кетті. Ойлаған алдынан айда келді. Бәрінің айтатыны бір жауап. Күйеуіне жасаған дуаның қуаты күшті, біз қайтара алмаймыз. Енді Ақылияның бар ойы дуаның күшін жоятын адам табу. Әйтпесе бас айналған ағасы бұлардың сөзіне сенбей, қатынын жақтайтынын балгерлердің өзі айтты. Әркімнен сұрастырып жүріп, көрші ауылда сондай адам бар деп естіді де, дереу жолға шықты. Алдына кіріп еді, әлгі кісі болған жайдың бәрін өзі айтып берді. Тек бұл емес, ол сенің үйінің айналасына бір уыс тұз шашып, дуамен жолыңды жауып тастағысы келген. Сіздерге тағы да орын толмастай қиянат жасауы мүмкін деп дуаның күшін қайтарғандай болады. Сапар жұмыстан келген соң, Ақылия ықыласты ертіп, ағасына бар шындықты айтуға келді. Ал Сапар әдеттегідей Шырайдың шыбын жанын шырқыратып, сабаудан ары аса алмады. Ажырасып кетейін десе кеш еді. Арадағы баланы қимады. Оның не жазығы бар деп ойлап, таңдаудан қателескеніне бармағын шайнап қалды. Онсыз да 3 баласы шешесі жоқ шын жетмеді. Енді тағы бір баласын тірі жетім еткісі жоқ. Ұлы ықылас енді Шыраймен бір шаңырақ астында тұра алмайтынын айтып, Ақылия әпкесінің үйіне көшіп барды. Айлар аунап, жылдар жылжып, болған жайттар біртіндеп ұмытыла бастағанда, Сапардың әкесі дүние салды. Жаназасын шығарар күні Шырай ғана қайнатасының қазасына қайғырып жылай алмады. Бәрін білгіш қатындардың арасында атасына о беріп, өлтіргенде Шырайдың өз-ау деген пыш-пыш әңгіме тарады. Бұның да өтірік шынын ешкім дәлелдей алмады. Ақгүл ұзатылып кетті. Ал Шахназ әлі сол өгей шешесінің қолында тұрады. Ықылас ер жетіп үйіне келін түсірді. Шырай оны да сыйғызбай баласымен бірге Балзияның қолында тұруға жіберсе де, ағайын туыстың алдында аяулы әже рөлін ойнаудан шаршамады.